Читон 5 жыл біз аяс тегір алтынды чұртып жабыз. Біздің амыр чұртызыбыз үшін ағыларыбыз азымықчы фашистердің тоғыр хан тюкстік хазыр чалызығыларда постың арық тынарын персылғанар. Адачаның өлімдік тербінінің хасық тірік айлынғынары ол хаттығы чалызығылардаңар түлеріне чітіргінер. Тылда қалғын чон, өйдек прайнеміні фронт хазып, хабызып, матыр тоқыстарының чеңісті чағынытқынар. Ол мақыч олығылар қалғызыпс жеттір біз чылсай елбік чеңіс күніне оларны сақсыға кершепс. Мен сақчым позымның кейрабымның ары кемес шоқты пержіге. Аның ады Сүлбереков Захар Захарович болған. Төрен 1908 жылда соз салды. Бондырықтың 7 километр ортақ болтыр, ол аламы шоғыл. Аның кішігдоқының бәрі кедерлік біртірінзе күстірлер. Морны терге ол 2 чада араласқын. 26 жылдарда ол Казахстанда кавалерийский полкта служить болтыр. Ол времедан бітіші еще посмашсыздың ғады шалыс тұртырлар. Но көбізі түші кел тұрғыныр граница Озаркидің түші. Ол пограничник болған. 1941 жылда Шабасылауысқынды. Ол қатыбоқ армия болған. Мұның ағыбының сғары түші Шалонығы түші. Омская апартырлар. Атарын қадоқ абықаның сғары апартырлар. Ол оқы Шалонды. Омскта түші біз пұстарыстың атарысты үгіреді болғыз қаде. Пұстары пішелі нойында инструкторлар болған түші. Чап астыларының кавалерист болған Захар Захарович Сүлберековтың чаның хазыр чулары мындық болған. Омсктың сғары Ленинград хринзералдар тасты төстірлер. Пастағы шалызық барғындық атшық қалғыз түші. Әнің біреуме сұрызыңаны шадыңары сразу алғып салып тұрғын. Боздың адын сағынып. Ол түші үгірт салғып сиде түші. Атсықсылыр оқ түші. Атарып шадып тұрғындар түші. Амсуғы кескілгіз түші. Қадық сұғыдың тұсалтырзым шоқтан ол. Суғы кескілгіз түші. И атсықыныр түші. Адым шадып сұғын түші. Менің чаның кесіне кіріп барғын түші. Ады атырсалтырынды. Отағына сағып. Аны шадың ары сұрзыңа қаны сағып келіп. Алғып салып тұрғын. Аның соның ол разведкада болтыр. Снайпер болтыр. Ал Ленинград хринің рахбарбан. Андылы Волховский фронт сара таста дөстір ол. Үкі ғати балығылатқын. Но намдыры фронт сара парғын. Үзін жезін шүрегі хрине и азағына ұқти пар. Он бір ай госпитальда шаттыр ол. И госпитальдің сғара 44 жылда аны комиссовать болыстырлар. Инвалид второй группы шадың айдын тұрып. Пүлпістің хос редакция бірде кізі ондылбызын көздігілер темніп сықынды. Көрікжілері піске үндізіп, қанық чада арылысқын тұғынарының ар чоқтаныр. Бұл чаның айдынман ішкі қағындысынығар. Оларды мен көрген, мен көрекілік болған, таны бенчем оларды. Қайдеді бұл чыңыз күнін чешінді, кесінің жүрегі қайдеді неметіп, болғылып сақыт көрге сақытчым. Ол жөн бұтыл бұсын. Ажым менің болған Канзычаков Улим, Кирилл Николаевич тадырады креп болған, ана креп дейчіңдер. Өлің жасағалды дөрен олар, Таштыпский военкоматтың сығары чаға барған ол 41 жылдан. Олардан пахаронларыла қалған. Аның мен көрсем пахаронларында басылық по креп Ажым Кирилл Николаевич Курский, Орловский тугада, поселок Фёколовка, өріптір, анда 2 километрде басылықанда. Званица младший лейтенант болған ол, аның. Айқын жағарындысын біздің Егор Николаевич. Егор Николаевичтің ады Ерот болған.
Хакасады. Біздің Хакасаты бол жыңдар несе. Анысы дизайн 43 жылда бақтырын призоваться болтар. Өлің жаздың Дашчепская военкоматтың сығары. Ол шеттер Венгрияға шеттері. Город Бичке базылық немесінде похоронныйды. Бұл екі қарындысымның арасағынсым қайда ашырғындысты, конечно, семьялары тұқ қалған, балалары да қалған. В общем, бірде бесі қалған. Аның арды сағыншым қот пісті, аны көпчіқ сағысқа кергі керек пісі. Пазапи Аймандағы кендірлік білтір алынды тюрен өскен Совет Союзының матыры Михаил Иванович Чебадаев. Аның чені Зоя Егоровна матыр туғынныңар тый әжізнің нәйіскен. Тайжым Михаил Ивановичтың ежізі. Ежім менің Нина Ивановна. Аның тұңмызы, кішік тұңмызы. Оны тайжым қадеш оқты жаңаны. Ол кішігінің сары ұс болған. Қапшығай болған. Ибді бірайым ол ұйтсал жың. Тайжымның олар үшкеліңіне бол бендірлер. Аның басқада балалары болдыр. Жақсы үйгірін жыңды жың. Үйгірінігі қынған түпші ол. Үйгірін болған абызың үшін. Абызың зғазов сқыныр. Зғатомская область сарыстырылыр. Уланың әлеман. Шағында бесмо бастыр, шаға барым. Базы бірде бесмо баспейіндір. Зоя Егоровна піске матырның чүштізныңар, оңдай хілиныңар чоқтып, сөбірділі хайрыл чытқан сомнырның таныстырған. Мұндай неме фотография, андық фотография шоғыл бірде жүрді. Бұл военный немес. Бұл ша алынды суынған фотография. А мұндай неме, еще бір фотография бар. Михаил Иванович мне мандолтыршы, кішейжік совсем. Видимо, қайдада слет, ной болған олардың. Мен ана білбейжім, тайжымда шоқты болған. Автон үстілді абым менің и тайжым хығырып сқаныр Литваза 9 майға. А бүгізе Йоза Залипуга приглашение басқан хығырып. Да балған тайжымны. Аның олар барғаныр. Бағат удырлаптырлар. Тайжым абамның қады одыр болды шелер. Ишкелің бұл военкоматы, видимо, болғанырлар алды. Михаил Иванович мұнды шып салғаныр мұнды. Аны мен барғанда аның басқы памятник болған. Мен интернеттен көрдім басқы оқанды. Да. Мен уже дайым Латвияда жүрен. Аның Латвияның аны складасы рапорттыр бар. Захоронение советских солдат, видимо, анда рапораныр. Автон 5 жылды асқыстың школьниктер барған, складасары. Мен ходох барған. Ане көрген жүргізде барған кеп. Пушкаревтер ерепші болғаны бұл пістап барғаныр. Мағадох удырланыр, мағад көргенір, бірай горықтыр зақ жүргенір автобустың. Автон автошылды Литовский Литваның балыр тоже шеді саған. Асқысары тайжымды болғыныр, мне балыр. Концерт ұрқысқыныр бісті. Эди Прибалтика черлерін неміс фашистерінің осқырған совет чажыларының санында Хакас чуның матыр олғы болып, пістің чунар арызында анархас чолы салық барған. Совет Союзның матыры Михаил Иванович Чебадаевтың пазы пасқада совет чажыларының мақычы керектерінің көп кенделер пазылған. Хакас хус литературызында да иледа чаячы тоқстар парылар. Көздімге хары хус сын болған керектерге түстіні пазылған ұлық чоқ. Аны Георгий Федорович Тапанов пасылған. Бұл мақычы чажыдыңар Николай Федорович Катановтың атының Хакас Хазна университетінің магистранты Татьяна Ивановна Самрина бұзының стізгілеріне түстіні алынжы тоқс темніп салған. Аның наука ұстығжызы тархын наукаларының кандидаты Михаил Геннадьевич Степанов болча. Ол келкім тоқстың кезегін мұнды көр болыңар. Аны үйдік пістің чөрімге үндіз спергінір. Мен пюрсерге көпнеміз біздің кинорежиссердіңар Георгий Федорович Тапановтыңар жоқты періргі сағынжам. Аның шуштызыныңар біздің шөн бірденімі білбейінжа, қайзы пізілейде көміс пішелер.
Георгий Федорович Топанов үсчадыр алысқан. Писатель-фронтовик болып, ол хакас тілінің пазы орыста тілінің пассың. Шақсы шағысқын үшін аға орден пергенер, пастағы орден кавалер Красной Звезды, орден Отечественной войны первой и второй степени. Ол журналист, член Союза журналистов СССР, пазы кинорежиссер болған. Георгий Федорович Топанов төрен 1 апрельді 1917 жылды Шыра аймағында Топанов алды. 1941 жылды ол танкист болып, Илбек шаны западта Львов город қырында удырлан. Советская войскалар сабап өгінлерінің үшін Георгий Федорович 1942 жылда пленға кірпірші. Шепістің мақышы ол пленнің шүгірегі сағынып сұқын. Позының қады ол 9 советский военнопленныйланы қады албал тезіп сканер. Ол қады шүгірген арғыстарының қады 12-ші Ленинградский партизанский бригада кірпіршалар. Разведгруппадан ұстан. Соның партизанский отрядның штабының ұстық жүзі болған. Тост бұрғанда Георгий Федоровичті командиром танкового взвода етсілғанда. Т-34-51 танковый полк постага ударной армии 3-й Прибалтийский фронта. Георгий Федорович Топанов награждать Болдыртхан орденом Отечественной войны 2-й степени. Георгий Федорович Топанов командиры полган Макачих. Ол анына немезді зварезі полган полковник. Олы воевать полганна ал Бирзуне и Кудупе. Ол анды взводтың управлять болдыр. Харбаста ол 1 пушка, 2 пулемет, дзот шоғит салған. Пуох шалысты. Ол ран болдыр салған. Снаряд прямо танкына көні тепірді. Госпитальдан сықанды Георгий Федорович Топанов базоқ шаға қабық бұрған. Біздің победаны ол Чехословакияда тоз салған. Георгий Федорович бізге келбен. Ол қата боқ шаға кіріп. И аны ысысқанна Дальний Восток сар. 7-й механизированный корпустың Уланды был награжден орденом Красной Звезды. Адычады болған керектердің ер Георгий Федорович Топанов аймық чоқтар піске артысылған. Бүл хорқыстығы чоғынжа қағырық, елбік чеңс күнін чоның ынық чылызып, өлімі чоқ полк, алай аймық чөрімнер иртіріргі пербинже. Идипстің телевидениенің операторы Евгений Чаптыковтың сағызының, Чаптықтар родының кізілері мақычы чажыларыбысты сарының сақсқа киріргі қиғының айлынғынар. Изеннер, шиңіз күнінен, шоным қады болаңар, қады сарнаңар, Расул Гамзатовтың сарының турналар. Қады болып, қады прігіп, прай арықсақсты пріктіріп, шиңіз күнінде өрнеңер. Чадың айлынман тұғын чағынарын Чаптық родының кізілері сақсқа кершілер. Чада болған туғаннарым Чаптыков Кирилл Григорьевич, почет Тадарады, почет. Чаптыков Захар Николаевич, Макин Иван Васильевич, Макин Гавриил Васильевич, Макин Григорий Лаврентьевич, Макин Тимофей Константинович, Бахтараев Никита Васильевич. Чаптыков Кирилл Григорьевич, Тадарады, почет. Төрен 1919 жылды. Чаптық алынды. 37 жылды Ағбандағы педучилище тосқан. Аның соның Асқыс районды Сафронов Алзар учитель болы қысқандар. 39 жылды
срочный служба алғаннар, арменизар, город Кироваканзар. Щитон 6 стрелковая дивизия, гвардия сержант, автоматчик болған. Письмалар пасчың тайызына Кележеков Анани Евгеньевичқа, ол учитель болған, грамотылық аныңар, андар басчың ау жем грамотыз жоқ болған, наңар пішіқығыр болбы жың, аныңар ағызына андар басчың письмозын. Кепшерледі қатықшаларды араласқан. Сталинград жаласқан, Мамаев Курганды, Курскай дугады, Орел городты алшытқанларынды, аның Харьковты алшытқанды, аның 3 сентябрьді 34 жылды, 40 жылды атырсалған. И книга памяти біз табылғып, что шатша ол 300 метр Краснокурск, Любовка шолдан, Харьков облысында, Украинада. Ам алғыстапшам прай ветераннарны, тылдағы тружниктарны, паза шапалыларын, шыңыз күнінің, шыңыз жетон 5 жылының, қазық, база озақ шастық болыңар. Алғыстырырге прайзына. Еңніме шайылған, илігі сүрмезім, екі толуңа, үрілбейін қалзын, илбі қадашадаң, кел полбан арғызым, илбік менің шүремді, ондыл бейін қалзын. Прайзы шүр үстіндегі арғы сағыстылар, база қара полутқа, сығарға пербәңер. Мен шоқты перекчем жемнің абазынаңар Чаптыков Анани Ильич. Ол 40 жылда парсын, 18 жастық ол парпсын пуханлық шаға яйланман. Аның бірде сөбірізі шоқ болған. И пыс всегда анал шүріпс, посыптың шүрепсті. Бұл шадың айдылманнар, шажыларны Расул Гамзатовтың турналар, ырларын қады ырлызып, оларды поминать болдық, прайс қады. Сағым көбізі чонибді отыр жатқанда елбік адылығы чада арылысқан туған чағынарын сағысқа керіп, тұрыналар сарыны хакас тілінің толтырпирге сұрынысының айланғапс. Бұл сарын ады чер су үшін тынарын персалған паршын чажыларға чардыл чытқан көге айлан барған. Расул Гамзатовтың сөстерін хакас тіліне, хакасының чонартизі Светлана Чаптыкова ептес алып берген. Шажыларға өнітін пүдірілген шерді, оларны сағынып, оларны арылып, 2 жылмының алынында 8 майда мұндық мемориальный комплекс пүдіріліп барған. Пүн қажын піспіра ебді одыр шабыз, білбейінже біз қадет 9 майда удырлерға, прайларыбыз пешелінше біз салы, прайларыбыз салы, мөксіріпше біз сағын малғыбыз, прайзын біріктіріп зіргі. Шиңіз күні, шитон 5 час толша, хайпреліпстің шажылар қалғаннар. Оларға олық алғызыбыз шетіршебіз. Шетіршебіз алғызыбыз біздің ады ағаларыбызға, ежелерібізге. Аныңар прай қады полаңар, шиңіз күні, ол шиңіз күні. Аныңар шитон 5 час толшатқанды қади сарыныбыз, қади полбыз қады. Түшелер хакас шонынды, хажын турналар айланзылар, олар хажында сыратар үстінді ұшық шөршелер, көршелер,
нинже шон пуш шархтың парыпсхын. Апстың хакас чиры 32 мың кізі шада артысалғын. Ханжы көпшон япстың хакасидам толдырып олыршық. Аныңары турналар Расул Гамзатов біз аны пишчыл жымының алынынды тілбістіп салғыз хакас тілінің ұрлызы хадиді кізінің жүрегіне шағын. Празднөлі күнің хасық болыңар, сарналар хада, шажыларға алғыз шетіріңер. Хыйғы салғынды, чоныбыз үндескін, оларға праздна ұлық алғыз четіршепс, база бүн, оларға хозылып, фашистердің тоғыр, хырын чалызғыларыны тобырып, өлімнік чаны ертіп, бізге амыр чұртысты сыйлып берген чажылар бізді. Турналар сарының сақсқа кереңер. Илбік чиңсінің прайзын алғыстып чабыз. Амыр айыз чұртыс болзын. Шада қалған біздің шажылар, қатық шерге олар шатпағаннар. Аяз көк тигірді ұшық паршалар, ақ турналар болып сағызымыдар. Амға тәрі ағы хустар тигірді, ашырғастық үннерден тапсас ша. Аны істеп, жүрем ашын тұдынып, көршем шығар хустарны үдезі. Қызыл ерде торналар ұшық шалар, майыхан қанаттарын сабынар. Мағани орын олар артыс шалар, қада ұшуған тіп тапсап шалар. Түзіншітсе турналар аразында, тигір парында өрлеп ұшуған. Тастан чоныма анным жоқ пиріп, килекей жеп тапсап мен ұшуған. Аяз көк тигірді ұшуқ паршалар, ақ